Біз қазір былай айтсам болады, бір қызық кезеңде тұрмыз. Яғни жастардың ойы әркелкі, яғни бір жақты емес. Кейбір жастар дінге бұрынғыдай соғыр сеніммен келмейді. Бір жақсысы олар сұрақ қою арқылы, бір мән іздеу арқылы, бір рухани бір пайда іздеу арқылы бір келеді негізі саналы түрде. Бұл қуантарлық. Екінші бір жақ болады бейтарап, яғни дінге ешқандай қатысы жоқ. Және кейбір жастар болады, отбасынан проблема туындайды, болмаса мектеп арасында проблема туындайды. Сыныптың ішінде мысалы бір теңсіздік болады, немесе бір күш көрсету деген секілді жайттарды көріп, бір діннен жұлдыз іздейтін топтар болады. Жалпы дін деген не деген сұрақпен осындай жолға келеді. Ал енді төртінші топ болады, рухани вакуум, яғни мынау әлемнің, мынау жалпы өмірдің, жалпы өзімнің не істеп жүрген деп бірандай үлкен глобальный сұрақ қойып, осы арқылы дінге келетін негізі жастар бар. Енді түрлері өте көп олардың. Бірақ бір шешу керек мәселе бұл әлеуметтік желі. Енді әлеуметтік желіні өзіңіз білесіз, қазір пайдалысы да бар, шатастыратын да бар. Жастар білмейді, қай ұстазды тыңдау керек, қай ұстазды тыңдамау керек. Мысалы, тереңірек білем деп, сондай бір радикал топтың болмаса бір сектаның кіріп кетуі мүмкін сайттарына. Мысалға, кейбір жастар маған сұрақ қойған, қай уағызын тыңдаймын, болмаса қалай табам, қалай білем деген секілді. Мысалы, бұл базовый сұрақ болғанмен, бұлар үшін өте маңызды. Яғни біз оларға айтамыз, бізде 18 конфессия бар. Дұрыс сенімді ақпарат болса, адам адаспайды. Ал енді ақпараттың дұрыс бұрыстығын білмей жатып, оны қолдану, оны бұлай өмірге енгізу, бұл адасушылық қалып келеді негізі.